Қазақ мемлекетінің тарихы тамырын тереңнен алатын көп ғасырлық жол. Ол ұлы даланы мекендеген тайпалар мен халықтардың ұзаққа созылған этносаяси дамуының нысанды нәтижесі болды. Ежелгі сақтар, ғұндар мен түріктер қалаған басқару дәстүрлері, әскери өнер мен дипломатия ұрпақтан ұрпаққа беріліп, орта ғасырлық қағанаттарда, алтын ордада және ақырында қазақ хандығында өз көрінісін тапты. Драмалық оқиғаларға, тәуелсіздік үшін күреске және қайта өрлеу кезеңдеріне толы бұл тарихи жол осы ұлы дала дәстүрлерінің заңды мұрагері болып табылатын қазіргі егемен Қазақстанның қалыптасуына алып келді. Қазақ мемлекеттілігінің іргетасы хандықтың өзі құрылмай тұрып-ақ қаланған. Қазіргі Қазақстан кең байтақ аумағында бір-бірін алмастырған қуатты мемлекеттер мен тайпалық одақтар болды. Олардың әрқайсысы болашақ ұлттың қалыптасуына өз үлесін қосты. Біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықта бұл жерде мемлекеттіліктің ерте формаланып жасаған сақтардың мәдениеті өркендеді. Кейінірек бұл жерлер көші-қоны бүкіл Еуразияның этникалық картасын өзгерткен ғұн мемлекетінің орталығына айналды. Негізгі кезең Алтайдан Кавказға дейін орасан зор аумақтарды өз билігімен біріктірген түрік қағанатының көтерілуі болды. Ол ыдырағаннан кейін батыс түрік қағанаты, түргеш, қарлұқ, оғыз және қарахан мемлекеттері пайда болды. Олардың барлығы өздерінен кейін бірегей мұра қалдырды. Түркі жазуы, қаған бастаған басқару жүйесі, әскердің ондық ұйымы және бай материалдық мәдениет. Бұл сабақтастық Қазақстан аумағы Алтын Орданың құрамына кірген моңғол үстемдігі кезеңінде де үзілген жоқ. Ол өз кезегінде көптеген түркілік басқару дәстүрлерін қабылдады. Дәл осы мәдениеттердің, саяси жүйелердің және этникалық компоненттердің синтезі қазақ халқының және оның мемлекетінің пайда болуына қолайлы негіз қалады. 15 ғасырдың ортасына қарай Алтын Орданың ыдырауы бірнеше мұрагер мемлекеттердің, соның ішінде Әбілқайыр хандығының, көшпеліліктер мемлекеті яғни, құрылуына әкелді. Әбілқайыр ханның қатал саясаты Жәнібек пен Керей сұлтандар бастаған тайпалардың бір бөлігінің наразылығын тудырды. 1465 жылы олар Әбілқайырдан Моғолстанға Шу өзені аңғарына көшіп барып, қазақ хандығын құрды. Бұл оқиға тарихтағы бетбұрыс оқиға болды. Бастапқыда шағын иелікке ие болған қазақ хандығы бірте-бірте туыс тайпаларды өз туынасына жинады. Хақназар, Тәуке хан сияқты хандардың тұсында халық өз шарықтау шегіне жетті. Дәл осы кезеңде қазақтардың негізгі этникалық аумағы қалыптасып, құқықтық жүйенің негіздері қаланды. 19 ғасырда Ресей империясының отаршылдық саясат нәтижесінде тәуелсіздігінен айырылғанына қарамастан, ұлттық мемлекет идеясы халық санасында өмір сүруін жалғастырды. 20 ғасыр оны қайта жаңғыртудың және талпыныстардың уақыты болды. Алаш автономиясы 1917-1920 жылдар. 1917 жылғы революциялық оқиғалар толқынында Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және Міржақып Дулатов бастаған қазақтың озық идеялары Алаш партиясын құрды. 1917 жылы желтоқсанда Орынборда өткен жалпы қазақ съезінде Алаш автономиясы жарияланды. Бұл жаңа тарихтағы зайырлы демократиялық қазақ мемлекетін құрудағы алғашқы талпыныс болды. Алаш орда ұзақ өмір сүрмесе де, большевиктер тарапынан жойылса да, ол болашақ егемендіктің идеологиялық негізін қалады. Қазақ АКСР және Қазақ КСР. Өлкеде орнаған кеңес үкіметі ұлттық республикалар құру жолына түсті. 1920 жылы астанасы Орынборда Қырғыз-Қазақ АКСР құрылды. 1925 жылы республикаға тарихи атауы Қазақ АКСР қайтарылып, астанасы Қызылордаға, кейін Алматыға көшірілді. 1936 жылы КСР-ның жаңа конституциясын қабылдануымен республиканың мәртебесі одақтас деңгейге Қазақ КСР болып көтерілді. Бұл мемлекеттілік формалды болғанмен және Мәскеудің толық бақылауында болғанмен, ол ұлттың шоғырлауына, әкімшілік шекаралардың анықталуына, ұлттық мәдениет пен білімнің дамуына ықпал етті. 1980 жылдардың соңына қарай КСР-дағы жүйелік дағдарыс орталық биліктің әлсіреуіне және одақтас республикалардағы ұлттық сана сезімінің өсуіне әкелді. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ КСР жоғарғы кеңесі мемлекеттік егемендік туралы декларация қабылдап, онда республика заңдарының оның аумағында үстемдігі бекітілді. 1991 жылғы тамыз бүлігі сәтсіздікке ұшырағаннан кейін кеңес одағының ыдырауы қайтымсыз үдеріске айналды. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылданды. Бұл күн қазақ халқының бостандық жолындағы көп ғасырлық күресінің жемісі болды. Қазақстан өз тарихында алғаш рет халықаралық қауымдастық тарапынан егемен, тәуелсіз мемлекет ретінде танылды. Осылайша қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері мыңжылдықтарды қамтитын үздіксіз тізбекті құрайды.
сақтар мен ғұндардың ертедегі тайпалық одақтарынан бастап ұлы түрік қағанаттар мен алтын орда арқылы қазақ хандығының құрылуына дейін әрбір кезеңде басқарудың, дипломатияның және туған жерді қорғаудың баға жетпес тәжірибесі жинақталды. Тіпті тәуелсіздіктен айырылған кезеңдерде де ұлттық идея сөнбеді. Ол алаш қозғалысында көрініс тауып, ақыр соңында кеңестік республикада іске асты. 1991 жылы тәуелсіздіктің жариялануы бастама емес, осы ұзақта қиын жолдың қайта өрлеуі мен заңды қорытындысы болды. Қазіргі Қазақстан өзінің бай тарихы мен ата бабалардың ұлы дәстүрлерінің берік іргетасына сүйене отырып, болашаққа сеніммен қарайды.